алдарыңдар. Қаламсаптарыңды қойыңдар. Бүгінгі сабақты жазыңдар, нәтиже сабағы. Қазір мен қолдарыңа стикер таратамын. Осы стикерге біз не жазамыз? Аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы гендік инженерия тақырыбында өз ойымызды жазамыз. Біз осы уақытқа дейін не өттік? Сол жерге белгілі бір сөздің орнына көп нүкте қоямыз. Сол көп нүктені келесі оқушы не істеу керек? Толтыру керек. Содан кейін бұл стикердің бергі бетіне, стикердің екінші жағына мына тұрған себеп бағынқылы сабақтас, шарт бағынқылы, мезгіл бағынқылы сабақтастар осы тақырып, осы сөйлемді, алынған сөйлемді аударасыңдар. Кез келгеніне не себеп бағынқылы жасайсыңдар, не шартты, не мезгіл жасайсыңдар. Ал іле қойыңдар тақтаға, болды. Уақыт аяқталды. Оны 1978 жылы осы салада институт жасалды. Бұл мезгіл мен оны себеп бағынқылы сабақтасқа айналдырдым. Гендік инженерия 1972 жылы ашылғандықтан инсулин 1978 жылы жасалды. Ал мен шартты бағынқылы сөйлеміне айналдырдым. 1972 жылы гендік инженерияны ашпаса инсулин жасалмайтын еді. Қанағаттанасыңдар ма жауаптарыңа? Дұрыс. Ал балалар қолпаштап қойайық, қалай? Жақсы, отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Бұл дамыған гендік инженерия дегеніміз биологияның саласы, яғни биологиямен саланы Дұрыс па, Айша? Иә. Сосын құраған сөйлемім мезгіл бағынқылы. Бір ағзаның гені екіншінің организмі. Балалар, 1 минут уақытымыз қалды. Тездетеміз. Құлағым сендерде? Медицина саласында жаңа деңгейге енгізу арқылы тұқым қуалайтын ауруларды емдеуге болады. Дұрыс па? Енді оны аудара ғой, Диас, қандай неге түрлендірдің? Бағынқылы сабақтасқа. Қандай сабақтасқа түрлендірдің? Айша, өз жауабың?